Сәлеметсіздер ме? Әр дәуірге лайықты кемеңгер адамдар бар. Бүгін біз педагог, публицист, аудармашы, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынов туралы айтатын боламыз. Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығы әзірлеген Ахмет Байтұрсынов әлеміне саяхаттайық. Тегіне тартып тұрған тау тұлға Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы 5 қыркүйекте Қостанай облысы Сарытөбе ауылында дүниеге келген. Биыл Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойы халықаралық деңгейде ЮНЕСКО аясында атап өтілуде. Ахмет Байтұрсынұлы терең ұйқыда жатқан қазақ халқын сарымаса болып ызыңдап оятып, қазақ санасын сілкіндірген ағартушы. Ызыңдап ұшқан мынау біздің маса, сап-сары аяқтары ұзын маса, өзіне біткен түсі өзгерілмес, дегенмен қара яки қызылмаса. Үстінде ұйықтағанның айналашы, қаққы жеп қанаттары бұзылғанша, ұйқысын аз да болса бөлмес пекен, қоймастан құлағына ызыңдаса. Алаш арысының 150 жылдық мерейтойы құтты болсын. Ұлт ұстазының шығармашылық жолы өлең жазудан басталған. Шығармашылық поэзиялар арқылы ол халықты оқуға, білімге, ғылымға шақырған. Сол кездегі қазақ қалпын сипаттаған. Ахмет Байтұрсынов қазақ қалпы. Қаз етіп, қатар ұшқан қаңқылдаған, сахара көлге қонып салқындаған, бүрілікке қаудан шыққан душар бол, не қалды тәніміз де шартылмаған. Алаштың адамының бәрі мәлім, кім қалды таразыға тартылмаған, дегендер мен жақсымын толып жатыр, жақсылық өз басынан артылмаған. Тақылдап, құрып сықсып сөйлейтін көп, екпіндеп ұштыратша қарқындаған, қайырсыз неше шара байларда бар, қайықтай толқындар қалтылдаған. Бәрінен тыныш ұйықтап жатқандар көп, ұмтылып талап ойлап талпынбаған, солардың қатарында бізде жүрміз, мәз болып құр тимеге жарқылдаған. Не пайда өнеріңмен, біліміңмен тиісті жерлерге сарпырмаған. Ахмет Байтұрсынұлы 1905 жылы қазақ оқырмандарымен бірлесіп қоянды жәрмеңкесінде бас қосады. Сонда қарқаралы петициясын жазады. Сондағы белсенділігі үшін 1909 жылы Семей абақтысына қамалады. Абақтыда жатып анасына хат жазады. Абақтыда жатып анасына жазған қанымыз болса, аттың жүргенсін. Қарағым құлға қойып қамқорана, арнап хат жазайын деп алдым қалам. Сені мұнда, мені мұнда, аман сақтап, көруге жазғайды хақта қалам. Бара алмай өтірікші болып әбден, Семейдің түрмесінде отырып алам. Мал ұрлап, кісі өлтірген айыбы жоқ, өкімет фөр зорлыққа не бар шара. Үмітсіз шайтан болсын деген сөз бар. Жолдар көп жанаттara тарам-тарам, оқ тиіп оның ішінде өткізіп, бітпеген жүрегімде бар бір жарам. Алданып тамағыма ұмытсам, болғандай жегенімнің бәрі харам. Адамнан туып, адам ісін етпей, ұялмай, не бетіммен көрге барам. Ахмет Байтұрсынұлының тағдырының соңы қасіретпен аяқталады. 1937 жылы ату жазасына тартылады. Жарты ғасыр өткеннен кейін 1988 жылы айыпсыз деп ақталады. Шығармашылығы, қазақ әліпбиі мен әдебиетіне қосқан үлесі келер ұрпақ үшін мәңгілік өнеге болып қала бермек. 150 жыл өтсе де қазақ халқы Ахмет рухына тағзым етеді.